Ассаламу алейкум, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай дәмі ерекше самса дайындаймыз. Қамырды ешқандай да жайып, ортасына май жағып отырмайсыз. Әсіресе асыққан кезде өте ыңғайлы рецепттердің бірі. Самсамызды дайындауға кірісейік. Ең алдымен айранға немесе қаймақ қолдансаңыз да болады. Тұз, ас содасын қосып араластырамыз. Ас содасын міндетті түрде айранға қосыңыз, себебі айранға қосқаннан кейін осылай көпіріп шығады. Ұнымыздың үстіне салқын сары майымызды саламыз. Терканың көмегі арқылы майымызды ұнға ауната отырып, осы теркадан толықтай өткізіп аламыз. Майдың салқын болғаны жақсы, сонда оңай теркаланады. Мінекей осындай крошкалар пайда болады ұн мен майдың қосындысынан. Енді осы қамырды илеу үшін жаңағы алдын ала дайындап қойған айранымызды осы қамырымыз үстіне құйып, қолымызбен қамыр илейміз. Міне қамырымыз иленіп дайын болып қалды. Қамырымызды илеп болғасын 20-30 минутқа тоңазытқышқа бетін салфамен жауып қоямыз. Міне қамырымыз осындай жұп-жұмсақ болып шығады. Қамырымыз тыныққанша самсамыздың салмасын дайындаймыз. Ол үшін тартылған ет немесе қолдан туралған етті қолдансаңыз болады. Менің жағдайымда тартылған ет. Ұсақтап туралған пияз және татымына қарай тұз бен бұрыш саламыз. Сонымен қатар каналымда түрлі дәмді пирогтардың рецепттері бар. Жоғарыдағы ссылка арқылы өтіп көрсеңіз болады. Мен самса жасаған кезде үнемі зіра дәмдеу үшін қолданамын. Ерекше дәм береді. Қалауыңыз бойынша қоссаңыз болады. Салмамызды жақсылап араластырамыз. Қамырымызды алып шығып, енді самса тиюге кірісеміз. Қамырымызды ыңғайлап алып, теңдей бөліктерге бөлеміз. Таразының көмегімен жасасаңыз, самсаларыңыз біркелкі болып шығады. Мен тура видеодағыдай екі бөлікке ыңғайлап бөліп аламын. Кейін осындай кішірек бөліктерге бөлемін де таразыға өлшеп аламын. Міне барлығын өлшеп дайындап алдық. Енді осылай қолымыздың көмегімен дөңгелек жасаймыз. Қамырымыз самса тиюге өте ыңғайлы. Осылай дөңгелек етіп жайып, арасына салмасын салып, самсаларымызды түйе бастаймыз. Самсаңызды қалауыңызша түйсеңіз болады. Мен бүгін осындай формада түйемін. Салмасын ортасына салып, жан-жағын жақсылап бекітеміз осылай. Сосын қолымыздың көмегімен өріп шығамыз. Түйу тәсілдерінің ең оңай жолдарының бірі. Міне осылай тез-тез түйіп тастаймыз. Самсаларымыздың барлығын осылай түйіп шығамыз. Кейін пешіміздің листін алып, осылай барлық самсаларымызды орналастырып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қалауыңыз бойынша бетіне мак, күнжіт сепсеңіз болады. Самсалардың арасын тым жақын орналастырмаймыз. Алдын ала қызып тұрған пеште пісіріп аламыз қызарғанша. Мінекей самсаларымыз осындай әдемі болып пісті. Бұл самсаларды ыстықтай жесеңіз, аузыңызда ериді.